Сәлеметсіздер ме? Біз бүгінгі сабағымызда оң және терісті қалай тоқитынымыз бізбен. Біз анау жолы алдыңғы видеоларымда менің іліп алуды тоқып үйренгенбіз. Алдыңғы видеоларымыздан қарап көрсеңіздер болады. Енді оң және терісті тоқимыз. Ол үшін жіптің бас жағын байлап аламыз. Екінші бігізді суырамыз. Бізде бір біз болды. Енді мына екінші бізбен екінші петляларды іліп алып тоқимыз. Ең бірінші басын іліп аламыз мына бізге. Енді мына жіпті алдыңғыға қарай қойып терісінен тоқимыз. Екінші оңды мына алдыңғы жақтан іліп алып тоқимыз. Қайтадан алдыға өткізіп теріс тоқимыз. Оң жақ тоқу үшін алдынан іліп алып тоқимыз. Бізде оң, теріс, оң. Осылай қатарынан тоқи береді. Болмаса екі теріс, екі оң қылып тоқсаңызда да болады. Міне мынау оң. Түсінікті болу үшін мынау жіпті алдына келеміз. Мынау артыңғы жақтан іліп алып тоқимыз. Артқа жібереміз мына жіпті. Мынаның алдынан іліп алып тоқимыз. Алдыға алып келеміз. Мынау артқы жағынан іліп алып. Ешқандай қиындығы жоқ. Оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс. Қазір мен соңына келгенде көрсетейін. Соңғы петляны, егер соңғы теріс болғанның өзінде де соңғысын осылай теріс қылып тоқисыздар. Өйткені шеті әдемі болып шығу үшін. Енді екінші қатарды дәл осылай біріншісін іліп аламыз. Бізде мынау теріс болып тұр. Терісті терісінен тоқимыз. Ал мынауымыз мынандай ұзар болып тұрса, оң болып тұрады бұл. Оны да іліп аламыз. Теріс, оң. Сонда бізде мынандай резинка сияқты узор пайда болады. Бұны біз көбінесе жеңде және жемпірдің етегінде пайдаланамыз, қолданамыз. Менің видеом ұнап жатса, подписка, лайк, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Қоңыраушаны баса кетіңіздер.